Мына таяğı ауырып қапты. Танауынан қан алып тастайын. Балдырған қулап қапты. Бүйтіп ауырып жатқан малдар болса, жылқы болса, танауына мынандай бір ағашты жүгіртіп алсаңыздар болды. Ана танаудан қан шыққаннан кейін барып, бұл түрегеп өздігінен сақайып. Ең өнімді әдіс осы. Қан булық болады денесіндегі. Балдырғанға улаған жылқының. Мінекей, демде есін жиып, көз жанары қалпына келіп, таптауыр болып қалды. Мінекей бағанаға ауырып жатқан Керболатай жайылып жүр екен. Бұдан кейін малшы жолдастар естеріңізде болсын, улап жатқан осындай ауырып қалған жылқы болса, көрсеңіздер, танауынан қан алғанды ұмытпаңыздар. Бәкімен тіліп, оны жарақаттағанша танауына бір қарапайым ағаштың бұтағын сұғып алса болды.